Оқушылар, бүгінгі сабағымыз жаратылыстанған ауырлық күші дегеніміз не? Тақырыбымыздың мақсатын айтпай тұрып, мен сіздерге сұрақ қойғым келеді. Ауырлық күші дегені қалай түсінесіздер жалпы? Қалай түсінесіңдер? Ауырлық күші деген сөздер. Ол ауыр нәрсе. Иә. Ауыр зат, ауыр тас. Тағы да? Топ. Тағы да қалай түсінеміз? Ауырлық күші. Тағы да қалай түсінеміз? Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты ауырлық күші дегеніміз не? Бүгінгі сабағымыздың мақсатында ауырлық күшімен танысасыздар, және ауырлық күші қандай күштердің әсерімен туындайтынын, қандай заттардың бір-бірімен әрекеттескенде туындайтынын анық білетін боласыздар. Ол үшін ең алдымен бейне сабағымызға назар аударайық. Бейне сабағымызға қараймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауырлық күші дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сенің білетін ауырлық күші дегенімізден сені меңгеретін ауырлық күшіне мысал келтіру, экспериментті жоспарлау және жүргізу. Сабағымызды зерттеуден бастайық. Зерттеу сұрағы: денелер қайда құлайды? Бұл зерттеу бойынша гипотеза жасаймыз. Кез келген дене жерге құлайды. Зерттеу үшін бізге доп, пара, ермексізден жасалған шар қажет. Зерттеу жоспары бойынша жұмыс істейміз. Алдымен допты алып, түрлі бағытта лақтырып көреміз. Сонымен допты қай бағытта лақтырсақ та жерге қарай құлайды. Енді одан ауырлау денені алайық. Мысалы, ермексізден жасалған шар. Оны ұстап тұрып, қолымызды босатамыз. Шар төмен қарай құлайды, яғни жерге қарай құлайды. Келесі жеңіл затты алайық. Бұл майлық. Жеңіл затты төмен қарай жерге қарай құлайды. Сонымен мынадай қорытынды жасаймыз. Барлық зат төмен, яғни жерге қарай құлайды. Енді ойлан, неліктен әртүрлі бағытта лақтырылған доп бәрібір жерге құлайды. Бұл ауырлық күші немесе тартылыс күші әсерінен болады. Кез келген зат, лақтырылған доп, тас, жоғары секірген адам ауырлық күшінің әсерінен жерге тартылады. Ауырлық күші деген не екенін білесің бе? Жер барлық денелерді, адамдарды, теңіз бен мұхит суын, үйлерді, жер серіктерін өзіне тартады. Жердің денелерді өзіне қарай тарту күшін ауырлық күші деп атайды. Өзің де ауырлық күшін сезіне аласың. Ол үшін бір қолыңа оқулық, екінші қолыңа үлкен энциклопедиялық сөздікті ал. Заттарды көтеруге бірдей күш жұмсады ма? Әрине жоқ. Энциклопедияны көтеру қиындау. Енді елестет, екі кітапты да жер өзіне тартып тұр. Қайсысын қаттырақ тартып тұрған сияқты? Иә, энциклопедияны қаттырақ тартып тұрған сияқты. Енді есіңе сақтап ал. Біз заттарды көтеру арқылы ауырлық күшін жеңіп, заттарды жерге құлауына жол бермейміз. Дене неғұрлым ауыр болған сайын, соғұрлым жерге қарай тартылады. Дененің массасы ауыр болған сайын, оған әсер ететін ауырлық күші де соғұрлым көп болады. Ауырлық күші дененің массасына тәуелді. Енді суретке қара, кейбір заттар неліктен құламайды? Ойланып көр. Мысалы, неліктен парта үстіндегі заттар құламайды? Оларға қандай күш кедергі келтіреді? Дене орналасқан зат тірек деп аталады. Жердің беті, үстелдің беті, адамның алақаны және басқа заттар тірек болуы мүмкін. Тірек үстінде жатқан немесе ілініп тұрған денеге ауырлық күші әсер ете ме? Ауырлық күші қайда бағытталады? Күштер бір-бірінен үнемі өзара әрекеттеседі. Заттар тіректің үстінде жатқанда оларға серпімді күш әсер етеді, серпімді күші жоғары бағытталады. Бірақ тіректі алып тастаса не болар еді? Денелер құлап кетер еді. Демек оларға ауырлық күші әсер етеді. Бұл күш төмен қарай бағытталған. Ауырлық күшін жан-жағымыздан өте көп байқай аламыз. Мысалы, табиғат құбылыстарынан да ауырлық күшін байқауға болады. Фотосуреттерге қара. Ауырлық күшінің әсерінен табиғатта қандай құбылыстар болады? Жаңбыр мен қардың жаууы, жапырақтардың түсуі, құбылыстардың барлығы ауырлық күшінің әсерінен болады. Қар ұшқындары мен бұршақ ауырлық күшінің әсерінен жерге жауады. Терезе әйнектерінен, келінен жаңбыр тамшылары ағады. Жер бетіндегі сенің ауылына қар көшкініне де ауырлық күші әсер етеді. Ауырлық күшінің әсерінен барлық денелер жерге тартылады. Ауырлық күші жер шарының дәл ортасындағы нүктесіне, центріне бағытталады, әрі дененің массасына байланысты. Ғалымдар жердің тартылыс күшін пайдаланып, ғарыш кемелері мен жасанды жер серіктерін ғарышқа ұшырады. Жерден ұшырылған жасанды серіктер ауырлық күшінің және өзінің жылдамдығы әсерінен жердің айналасында ғана қозғалады. Сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ауырлық күшінің не екенін білдің. Ауырлық күшіне мысал келтіруді үйрендің. Экспериментті жоспарлап, оны жүргізуді меңгердің. Жарайды,
оқушылар, олай болса бейне сабақта қарап болған болса, ауырлық күші біздерге көп жағдайда тіпті бізді қоршаған ортадан да байқауға болатынын байқадық, иә? Олай болса мен сіздерге жалпы ауырлық күшін жалпылама мына тұрған нәрселермен көрсетейін, иә? Алдарыңызда жалпы атап өтетін болсақ, жер ғаламшарының кішірейтілген нұсқасы бар, иә? Осы біздің жер ғаламшарымызға бүкіл ауырлық күші түсіп тұр, иә? Мысалы, неліктен ауырлық күші жер ғаламшарына ғана түсіп тұр? Өйткені жер ғаламшарында қандай күш бар? Тартылыс күші бар. Тартылыс күші жер ғаламшарында болғандықтан оған барлық нәрсенің ауырлық салмағы түседі. Жер ғаламшардан алыстаған сайын тартылыс күші де азая береді. Яғни денені тартуы жер ғаламшардың азая береді. Бұдан алыстаған сайын. Енді қараңыздар. Бұл шар, иә? Былай қарасаңыздар, доп пен шардың айырмашылығы көп, иә? Бұл жеңіл, доп ауырлау, иә? Дей тұрғанмен, доп пен шарды қарасаңыздар, міне, шарды қайда түседі? Жерге түседі. Бұда ауырлық күш бар ма? Бар. Тартылыс күшінің әсерінен доп, шар жерге түсті, иә? Яғни бұда ауырлық күш бар. Және ағаш кесіндісі көріп тұрсыздар ма? Ағаш кесіндісінде ауырлық күші бар ма, жоқ па? Таразы арқылы анықтайтын боламыз. Мен, міне, таразы бірдей тұр, иә? Көріп тұрсыздар ма? Міне, таразының бір жағына мен ағашты қоямын. Не болды таразы? Ағаштың әсерінен таразы бір жаққа қарай қисайды. Яғни ағаш дененің тұрған жағы төмен қарай таразының бір шеті басып алып кетті, түсіріп алып кетті. Солай ма? Яғни ағаштың бұл ауырлық күшін көріп тұрсыздар, иә? Міне, шағын доп тұр қолында. Пластмасс доп, иә? Міне, мен қойғанда бұлдар қарсылап түсіп, ауырлық өзінің күшінің бар екенін байқады. Осы арада тағы да айтатыным, бізде неге жерге құламай жатыр? Мен бұны қайдан тастап тұрмын? Тақтаның үстіне, яғни тіреп тұр, иә? Қандай да бір нәрсе тірейтін болса, ауырлық күшін ол тірек деп аталады. Және тіректің тірелуі арқылы серпінділік күші пайда болады. Кәне тағы бір қарайық. Байқадыңыздар ма? Доп түсе салысымен серпіліп барып тоқтады. Яғни оны не кедергі етті оған? Тірек, яғни біздің парта. Тірек ол парта болуы мүмкін, қолымыз болуы мүмкін, белгілі бір қандай да нәрсе болуы мүмкін. Өйткені атап тұрғандай тіремейтін болса, ауырлық күшінің барлығы да жерге түсіп, жерге қарай түседі. Түсіндіңіздер ма? Енді мысалы жаңа қағазбен көрсетіп жатыр. Бізде де қағаз бар. Мен қағазды жоғары қарай лақтырайыншы. Не болды? Жоғары қарай лақтырдым, не болды? Жерге түсті. Жердің тартылыс күші арқылы қағазда өзінде ауырлық бар екенін көрсетіп, қайда түсті? Жерге түсті. Олай болса, ауырлық күшін әртүрлі өзі қарау үшін алдарыңызға қағаздар беремін. Тікұшақ жасаймыз. Тікұшақ жасаймыз. Және тездетеміз. Тікұшақ.
өз шарттарына не істедіңіздер? Шақтарыңызды жасадыңыздар ма? Шақтарыңызға ат бердіңіздер ма? Әр адам бәрінің өз шақтарына ат берсін. Шақтың терезелерін салуға болады. Ya, toптың атын қоямыз. Al, bulduk var. Hani bulduk var? Kuşak bulduk var. Mine, güzel. Aynı ışıkta. Hani ışıkta tanıştırdı. Uşağımыздың аты Жүйрік. Әскери ұшаққа да ақша тұры сатылған, да? Қандай топ шығарды? Қайсы шығарды? Кім шығарды? Сендердің ұшақтардың аты қандай? Ауырлық күші. Сендердікі? Самұрық. Қане, енді осы ұшақтарыңызды барынша биікке самғатып ұшырып көріңіздер. Мына жаққа патаның мына бетіне шығайық. Қане, ұшып көреміз. Қане, үшеумізді қатар. Енді қараймыз. Қанша сендердің ұшақтарын ұшырғанмен қайда барып болды? Ауада қалықтап тұрғанымен ол бәрібір де жерге түсті. Яғни ұшаққа ауыр күш әсер етіп, ол жерге түсті. Кімнің ұшағы тірек тіреді? Тірек тіреді ме? Тірек тіреді ме? Жақсы, отыра қойып. Отыра қойыңыздар шықшында. Міне етіге қараймыз. Қалып етіге қараймыз. Тірек дегеніміз не? Кез келген денеге кедергі ететін бір денені тірек деп аламыз. Ол әртүрлі нәрсе болуы. Пата, қол, қағаз, әртүрлі нәрсе болуы мүмкін, иә? Ал ауырлық күші дегеніміз не? Ауырлық күші бір дененің жерге қарай түсуі, ауырлық күшінің бар екенін білдіреді, иә? Жарайсыздар оқушылар.